ең үлкен келтіріп шығаратын зияны артерияларда үнемі жоғары қысымда спазм пайда болса, ол қан тамыры жарылып кетуі мүмкін ғой. Одан барып инсульт пайда болады. Көңіл күй деген нәрсе өте маңызды. Қан қысымы қандай асқынуларға алып келеді, соны айтсаңыз, жаңағы инфаркт, инсульт, одан басқа қандай инфаркт, инсультқа шалдыратын адамдар қайсысы көбінесе қатерлі топта, осы жалпы асқыну жайлы айтсақ. Қан қысымының ең үлкен келтіріп шығаратын зияны ол ең алдымен үш түрлі органдарға ең алдымен зиянды болады. Қан қысымы деген жоғары болған сайын мида, жүректе және бүйректегі ұсақ майда артерияларда үзіліссіз үнемі спазм пайда болады. Яғни қазақи тілмен айтқанда түйілу. Ал бұл түйілу неге келтіріп шығарады десек, организмнің компенсациялық функциясы дейтін нәрсе бар. Білесіңдер ғой. Ал сол компенсациялық функциясы деген жаңағы майда артерияларда үнемі жоғары қысымда спазм пайда болса, ол қан тамыры жарылып кетуі мүмкін ғой. Сол себепті организм ол қан тамырларды бекемдей бастайды. Қабырғасын қалыңдатып. Ал соның нәтижесінде қан тамыры қалыңдайды, ол жарылмайтын болады. Бірақ ол өзінің серпімділігін жояды. Серпімділігін жойды деген сөз. Бұл жаңа біз ғылымда көп айтады, атеросклероз деген сөз. Бұндай қан тамырда серпімділік болмады деген сөз, ол өте зиянды. Жүрек бірінші ретті қанды ығыстырып шығарғаннан кейін ары қарай алып жүретін артерияның өзі бүйтіп тырысып, кеңейіп жиырылып, қан ары қарай бүкіл организмге қан тамырының эластикалығымен, яғни серпімділігін алып кетеді. Ал ми қан тамырынан ол механизм жойылса, қан ары қарай жүрмей қалмайды. Жүрмей қалды деген сөз, жүрсе де баяу жүріп қалса, сол жерде ақырын тромбоциттер бір-біріне соғылса, ол жерде микротромбылар, ол кейін ары қарай үлкен тромбыларға айланып, қан тамырлар бітеледі деген сөз. Одан барып инсульт пайда болады. Немесе жаңағы ақырын жүрген ұсақ артериялардың ішінде майлар қан тамырларының ішкі қабатын, бірінші қабатын, екінші қабатын тұнбаға түсуі мүмкін. Сөйтіп ол жерде атеросклерозды пайда қылуы мүмкін. Ұзын сөздің қысқасы, жалпы қан қысымының жоғары болуы жаңағы мидағы, жүректегі, жаңағы бүйректегі осындай қатерлі жағдайлар келтіріп шығарады. Бұл ары қарай асқынады. Бұл тек қана біздің айтып отырған ми, жүрек, бүйрек деп отырған. Ал организмнің басқа жеріне әсер етпейді. Бүкіл организмге әсер етеді. Біз ең негізгісін айтып отырмыз. Барлығын әсер етеді. Барлығын әсер етті деген сөз, бүкіл организмдегі қан айланысы өзінің қалыпты деңгейінде жүрмейді деген сөз. Қан айланысы жүрмесе, ткандердегі метаболиктік процестер тежеледі. Метаболизмдік процестер тежелсе, организмде энергетиканың түзілуі төмендейді. Энергетиканың түзілуі төмендесе, сен жұмыс қабілетін төмендейді. Жұмысқа барып болғаннан басыңды ұстап, я ұйықтағаныңды, я ұйықтамағаныңды білмейсің. Ұйықтамадың десең, түнде ұйықтадың. Ал ұйықтаған екен десең, шаршап тұрсың. Ол неден келіп жатсың? Жаңағы процестер адамның организмінің шаршауына алып келеді. Ол бір күн, екі күн емес. Сосын бір нәрсені ескерту керек. Шаршау деген нәрсе организмді жамалады ол. Біреуді бүгін шаршадым, ертең шаршамай, бір-екі күннен алғаным жоқ. Бір шаршау, екінші шаршау, үшінші шаршау, ол клеткалық деңгейде, жасушалық деңгейде бір-біріне жамалып отырады. Содан бір деңгейге барған кезде ол сені алып соғады. Сондықтан қан қысымын реттеу тек қана қысымды түсіру деген мағынада емес, оның организмге тигізетін қан қысымының жоғарылығы ұшан қайыр өте үлкен зиянды әсерлерді береді. Сондықтан қай-қашанда қан қысымын түсіру керек. Рахмет, түсінікті. Енді 30, 35, 40 жастағы әлі қан қысымына шалдықпаған қалған адамдар, олар қандай да бір жолмен қан қысымы ауруының алдын алуға бола ма? Бірінші айтатын нәрсе, дербес қан қысымы, яғни эссенциялық қан қысымының алдын ала алмайсың. Бірақ оның деңгейінің жоғары немесе төмендігін реттеуге болады. Жаңағындай алдын алуларды, тағамды, өзінің қимыл қозғалысы, тағамды қалай тұтыну керек, осы арқылы қан қысымының өте ушығып кетпеуін алдын алуға болады. Немесе әдеттегі қан қысымы болған, немесе өзін диетамен ұстап тұра алмаған адамдарда бір таблетка жесе, анандай өзін жалпы жақсы ұстап, жеп-жеңіл ұстаған, қырып алса майы жоқ, сондай жігіттердің гипертензия ауруының ушығуы әлдеқайда төмен болады. Сондықтан бұның маңызы өте зор.
Сол себепті біз тағам мәдениет, қоршағымызда тағам мәдениетін баса дәріптейміз, көңіл күйді дейміз, соған қоса дәрі-дәрмектер деп осылай айтамыз. Оның ішінде жаңағы сөздің ішіне қамтылмай кетті. Көңіл күй деген нәрсе өте маңызды. Көңіл күй тікелей мидың орталық нерв жүйесінің мидың қыртыс қабатына әсер етеді. Қыртыс қабатының функциясы бұзылады. Ол жерде компьютер ғой кәдімгі. Компьютер қалаймақан жұмыс істегеннен кейін астындағы жеке дара функциялар бұзыла бастайды. Ол мына жерде компьютер бұзылғаннан кейін төмендегі өзінен екінші деңгейдегі тұрған нерв жүйесіне ол қате сигнал береді. Одан барып ол төменгі мысалы нысаналы ткандер дейміз біз. Соларға қате сигнал береді. Сөйтіп асқазанда, мида, жүректе, жаңағы бүйректе, сол сияқты орындарда қызметтің артық жүруі, немесе жүрмей қалуын келтіріп шығарады. Артық жүрсе, мәселен, қан тамырларда спазм пайда болады. Мәселен өзің ойла. Асқазандағы майда артерияларда спазм болса қандай болады? Ол енді асқазанда эрозия пайда болады. Эрозия пайда болса тамақ жесең батады. Батқаннан кейін жегің келмейді. Жегің келмей қарның ашады. Батқаннан кейін ауырады. Ауырғаннан кейін миыңа ол екінші реттік стимул болып келеді. Содан барып ары қарай цикл жалғаса береді. Сондықтан алдын алудың тәсілдері қазір өте көп қой. Ең бастысы қаншалықты жемей қою деген сөз емес бұл жерде тағам. Майды жеу керек пе? Жеу керек. Көмірсуларды, яғни нанды жеу керек пе? Жеу керек. Етті жеу керек пе? Жеу керек. Бірақ оның баланссыз болу керек. Көкөністі болу керек. Жеміс жидектер болу керек. Сонымен сен қаншалықты энергия кіргізсең, амал бар сол кірген энергияның организмге жұмсалып болғаннан кейін артық қалған бөлігін энергияны шығаруға тырысу керек. Сонда организмде артық май жиналмайды. Тап-таза қырып алған май жоқ, соқтығай әдемі жігіт болып жүресің деген сөз. Жақсы, рахмет. Қан қысымы жайлы видеомыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сіздерде қан қысымы шалдығып Уатхановадан осы консультациясын алғыңыз келсе, Уатханова Алматы қаласында істейді. Әуезов ауданында Ақкөгершін көшесі 18-ші үй. Консультация бересіз бе? Береміз. Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар.